Мына жаққа кім келді десеңіздер, Ерасыл мектебінде ән айтатын болып кеткен ғой. Сонымен 9 майға тағы да әнін жаздыруға Нұртасқа келдік. Қалайсыздар? Қош көрдік. Міне Нұртастан уже екінші әнін жазғызып жатыр. Нұртаспен әңгімелесіп қалдық сонымен ана жерде. Сөйтіп әңгімесін сұрап біліп алдым. Нұртастың өсегін айтып жіберейін сіздерге. Қызымен барлығы бірге екенін, оказывается, табысқан екен. Алдында бір сторис көріп қалдым, кішкене айырылысып кеттік деген сияқты ма, сөйтсем. Барлығы жақсы ма? Маған айтып мекен айырылысқандарын самай ақ қойыңдаршы деп. Еще маған серьезно айтады ғой, болды бәрі бітті деп. Алдында сен жазғандарын скрин жасап сақтайын дегенмін, қойып. Өте ғой сен жазғандар. Тойдың ауылы алыс па, жақын ба? Не деп жатыр прогноздар? Қатты алыс емес шығар, уже болды ғой. Қаратөбеде той болайын деп жатыр ма бойында? Ойбай, Исаевта жүріп тойлап жатыр. Көрші ретінде шақырасың ба біз тойға? Көршіңмін ғой мен сені. Барайық деп тұрған шақырып жатса. Енді соңғы өсектер осындайым, Нұртастың студиясындағы. Әнімізді жазғызып алып, бала шағамызбен кетіп бара жатырмыз енді. Давай жаным.